бастауларында адамдар қолданатын су ұстағыштар деп аталатын ақыр өнертабыс. Ол жерден су табу өте қиын және бұл аймақ жылу етерлік тұманға оранған. Сондықтан жергілікті тұрғындар суды жинау үшін, тұманды жинау үшін осы су ұстағыштарды орнатады. Жоқа, сарғыш торға қосқан су буы конденсацияланып, тордан төмен тарай төменде жағында орналасқан коллекторлық резервуарға ағып, ақырында резервуарларға жиналады. Сенсорлық желі беті 1600 шаршы метр болса, бұл сонша тұман арқылы саябақ 37 мың литрге дейін өнім шығара алатынын білдіреді. Айналадағы ауылдарды қамтамасыз ету үшін күніне су желілердің жұмыс істеу принципін авторлар табиғаттың өзінен іздейді. Видео ұнаса лайк басып, құрмет жазуды ұмытпаңыз.